Менің тағы да бір айтатыным бар біздің ағайынға. Ана артыңнан еріп келе жатқан балаларың мен немерелерің қай тілде сөйлеп келе жатыр, соны қара алдымен. Біздің 9 миллион қазақтың 4 миллионы қазақша жөндеп сөйлей алмайды. Одан да көп. Соларды сөйлетіп алайық алдымен. Өзімізбен өзіміз қазақша сөйлесейік, тағы да айтатын нәрсе отырған жерде. Өзіміздің балаларымызды қазақша сөйлетіп алайық. Ағайын туысқанымызды сөйлетіп алайық. Сонда айтамыз, мінекей біз бәріміз сайрап тұрмыз, сендер неге сөйлемейсіңдер деп. Біз өзіміз сөйлей берсек, тыңдап отырған Федор үйренеді бірдемені. Біз сөйлемесек, оған қазақша сөйлетпесек, ол қалай сөйлейді? Өзіміз сөйлемей жатып, басқалардың бәрін сөйлетеміз дейді. Не деген? Бұл жерде тұжырымдап айтатын бір мәселе бар. Терең мәселе, көкейдегі мәселе. Бізге елдің ішіндегі ең бірінші мәселе тыныштық. Соның кейін қазақтың баянды болашағы, соның арқасында тілде болады, мәдениет те болады, ғұрып та болады, дәстүр де болады, бәрі болады. Шоян керек. Bir günde iş нәрсе болады. Bir сағатта үлкен мәселені шешуге болады. Көбірімізге қарауымыз керек. Үй өзімдік демей, үй сыртында бөрі бар деп.